Қазір осы видеода ютубқа екінші аккаунтты қалай қосуға болады, соны көретін боламыз. Қазір мен карандашты алып алайын. Бұл жерде аккаунт қосу үшін аккаунттың суреті тұрады ғой. Бірінші соған басамыз. Осы мен қазір телефонда аккаунтта. Одан кейін мынау арнаны қосу. Қазақшасы тұр ғой, арна қосу, аккаунт қосу. Осын басамыз. Орысшасына добавить аккаунт деп тұру керек ол. Осын басып, одан кейін келесі терезе ашылады. Бізде Samsung болған соң осылай біреуде пин-код сұрауы мүмкін, ал менде саусақтың ізін сканерлеуді сұрап отыр, яғни бұл құпиялықты сақтау үшін да. Яғни сіз телефонның пин-кодын білмесеңіз, ол аккаунт қоса алмайсыз, яғни блокировканы ашатын құпия сөзіңіз ғой. Енді келесі телефон или адрес электронный почта. Осы жерде бізде мысалы адреспен тіркелгенбіз. Адресті жазамыз. Мына менде болған негізінде өшіріп тастаған ғой жаңа көрсету үшін. Одан кейін келесі далее деп басамыз. Сіздерге көрсету үшін өшіргенмін да. Енді құпия сөз сұрап жатыр. Мен паузаны басып құпия сөз жазып алайын. Құпия сөз жаздым. Енді далее дейміз. Сосын принимаю дейді. Қолдану шарттарын айтып отыр бізге Google. Осыны қабылдағаннан кейін Google қызметтері деген ашылып жатыр. Ақпарат тексеру. Міне қайтадан YouTubeқа кіріп кетті. Міне автоматты түрде неге жаңағы біздің екінші аккаунтымыз тоқушы деген аккаунтқа ауысты. Бұл жерден көрсек болады. Енді бұны іздеуіміз. Аккаунты кейбіреуде ауыспай қалса, осының ішіне кіріп, мына жерде стрелка тұр ғой. Осы стрелкадан кіріп жаңағы аккаунт ауыстырып аламыз. Міне. Осы аккаунттар таңдап ауыса береміз. Осылай YouTubeқа екінші аккаунтты қосуға болады.